Екінші сабағымызды бастаймыз. Осы жерден аяқтадық. Мен артын осы ортасын белгілеп қойдым. Дәл ортасын тауып белгілеп қойдым. Енді аяқтаған жағымыздағы жібімізді осылай алып келеміз. Енді мынау белгі тұрған жерден 1, 2, 3 белгі тұрған жерімізден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-шы ұяшқа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып көтереміз. Осы жерден бастаймыз. Енді әр ұяшқа бір-бірден тоқимыз. 1, мен 2 болды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Белгімізді аламыз. Ортасын санамаймыз. Белгі тұрған жерде. Енді мына бетінен тағы 9 тоқимыз. Әр ұяшыққа бір-бірден. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді аяқ киімімізді оң қаратып, осы жерден келесі ұяшықтан бастап әр ұяшыққа бір-бірден тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Менде де аяқ киімді 17-мен аяқталды. Осы жерден мына жібімізді екеуінің ортасынан өткізіп, осы жерден бекітеміз. Осы жерден бекітіп, енді осы жерден тағы 5 ұяшық қосамыз. Мына бос емес. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмыс жібімізді шығарып, біреу көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ден кейін енді арт жағын осындай болып тұрады. Ары қарай төбе жағын тоқимыз. Әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз. Осылай тоқып, осы бетке шейін алып келеміз, осы бұрышқа шейін. Соңына келдік осы жерден. Енді осы бетінен де 5 қосамыз. Мынау бос емес. Келесі ұяшыққа жұмыс жібімізді шығарып, күшіктегі 2 жіптен өткіземіз. Келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, күшіктегі жіптен өткіземіз. 3, 4, 5. Енді оң қаратамыз. Оң қаратып, мынау жіп бос емес, келесі ұяшығымызға кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, күшіктегі 2 жіптен өткіземіз. Әр ұяшыққа дәл осылай бір-біреуден тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Осы жерден жібімізді қайтадан ортасына ашып, жұмыс жібімізді өткіземіз. Осы жерден бекітеміз.
Енді іш жағын қаратып, және тағы 1, 2, 3, 4, 5. 5-тен бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді төбе жағын тоқимыз. 6, 7, 8. Осылай бізде қазір бір қатар, екі қатар болды. Осындайдан 3 қатар тоқимыз. Дәл осылай қайталап. Бұрышқа келдік. Менде ең соңғы 3 қатар, 1, 2, 3 қатар. 3 қатардан кейін осы бұрыштан 33-пен аяқталды. Енді бекітеміз осы жерден. Бекітіп, енді осы бұрыштан, осы беттен бастаймыз. Осы жерден әкеп, жібімізді бос тастап, осы бұрыштан кіргізіп, мынау бетін төбесінде қалың болып тұрған жерін өткізіп, мынау жұмыс жібімізді шығарып аламыз. Осылай шығарып, енді мына бетін тоқимыз. Ішкі жақтан бос тұрған ұяшық тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, келесіге тоқимыз. 9, 10. Осылай айналдырып, осы бетке шейін алып келеміз. Мына бетіне келдік. Енді осы жерден жалғауды үйренеміз. Осы жерден мына бірінші өрілген емес, соны астынан біреу алып, осылай жібімізді шығарып, мына жіптен, күржіктағы жіптен өткіземіз. Енді келесісі, мынау өрілген жіптің асты жағынан аламыз, және шығарып, осы екеуінен жұмыс жіпті шығарамыз. Енді біз оң жағын тоқимыз. Осылай келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді күржіктағы 2 жіптен өткіземіз. Осылай келесі ұяшыққа, әр ұяшыққа осылай бір-біреуден қысып тоқимыз. Келесі ұяшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді аламыз, жұмыс жібімізді күржіктағы 2 жіптен өткіземіз. Осылай әр ұяшыққа тоқып, осындай қазір бізде бірінші қатар, осындайдан 2 қатар тоқимыз. Мына бетіне келдік. Бізде мына қатардан бізде 1, 2, 3, 4 қатар болды. Енді осы бетінен мынандай нелерді, тесіктерімізді істейміз. Аяқ киімнің сол жағынан бастаймыз. Біреу көтердім, біреу қалдырдым, келесіге ораммен, біреу қалдырып, келесіге ораммен тоқып көтерем. Сосын ораммен біреу қалдырам, келесіге шығарып, тағы біреу көтерем. Ораммен біреу қалдырам, келесіге ораммен тоқып, тағы біреу көтерем. Және ораммен келесіге жұмыс жібімізді шығарып, күржіктағы 2 жіптен өткіземіз, кейін тағы 2 жіптен өткіземіз. Енді көтереміз. Ораммен біреу, екеу, екіншісінен күржігімізді, жұмыс жібімізді алып, күржіктағы жұмыс жіпті күржіктағы 2 жұмыс жіптен шығарып, енді күржіктағы 2 жіптен тағы шығарамыз, және тағы көтереміз. Дәл осылай қайталап, осы бетке шейін алып келеміз. Біз бұрышқа келдік. Менде осындай тесіктерден
26 мынау 27-шіге келдік. Біреу көтереміз, және осының бойында бірінші мына қатардағы біріншіге кіргізіп, осы жерден жұмышты жіпті шығарып, мына жіптен, күршектағы жіптен өткіземіз. Енді екінші рет соның төбесіндегі мынау тұрған, соның ортасынан асты жағынан шығарып, жұмыс жібімізді шығарып, екеуінен өткіземіз. Осылай оң қаратып, енді осындай немізге тоқып шығамыз. Ареш қасына біреу, екеу, үшеу, төртеу, ортасына, жанына, ортасына, жанына, ортасына. Осылай мына бетке шейін алып келеміз. Соңына келдік. Енді бізде мына жерде мынамен 55 болды. Осы жерден мына жағынан емес, асты жақ, осы жерден кіргізіп, асты жағынан шығарамыз. Күршекті жібімізді соны астынан іліп шығарамыз. Осылай. Біреу. Енді мынадан шығарды. Енді келесінің астынан кіргізіп, жұмыс жібімізді астынан шығарамыз. Мына жұмыс жібіміз үстінен екеуінен өтеді. Енді мына бетін тоқимыз. Әр ұяшыққа бір-бірден тоқып, осылай келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күршектағы екі жіптен өткіземіз. Дәл осылай жаймен тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Жаймен тоқып, мына бетіне шейін келдік. Енді осы жерден, осы мына бұрыштан тақалып тұрған жер бар, сол жердегі өрілгеннің асты жағына кіргізіп, күршегімізді дағы жіп, мына жақтағы жіпті іліп, астынан шығарамыз. Және жұмыс жібіміз үстіде қалады, соны осылай шығарамыз. Және келесіге енді мынау келесі тұр. Сол жерден кіргізіп, асты жағынан жұмыс жібімізді астынан шығарамыз. Енді жұмыс жібімізді екі күршектен өткіземіз. Енді оң жағын тоқимыз. Осылай мынау келесі ұяшыққа жұмыс жібімізді күршектағы екі жіптен өткіземіз. Дәл осылай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып шығамыз. Осылай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Мына бұрышқа келдік. Бізде әр ұяшыққа бір-біреуден жаймен тоқыдық. Орамсыз. Мына менде соңғысын тоқыдым. Енді осы жерден мынау жерде оралған келесіде мынау тұр. Төбеде көтеріліп біріншісі. Соған күршегімізді кіргізіп, жұмыс жібімізді іліп, астынан шығарамыз. Енді жұмыс жібіміз төбеде қалды. Соны екеуінен өткіземіз. Және тағы келесісінен астынан кіргізіп, жұмыс жібімізді астынан шығарып, жұмыс жібіміз астынан төбесінде қалады. Сол екеуін күршектағы жіптен өткіземіз. Енді теріс жағын тоқимыз. Теріс жағын енді мынау жібіміз осы жерде тұр. Мына жерде ұяшық жоқ. Көрініп тұрған ұяшықтан бастаймыз астынан. Басында қалай бастадық, солай аяқтаймыз. Енді мынау қасындағы емес, соның астынан аламыз. Күршектағы жіпті екеуінен өткіземіз. Қасындағы емес, астындағысынан жұмыс жібімізді шығарып, жұмыс жібімізді күршектағы екі жұмыс жіптен өткіземіз. Дәл осылай тоқып, әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып,
осы бетке шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Мына жанындағы емес, астыңғы ұяшыққа кіргізіп, сөзін жұмыс жіпті шығарып, тоқып, және келесі тағы біреу қалды. Енді осы жерден біз мынау қасындағы ұяшықтан кіргізіп астына, осы жерден жұмыс жібімізді шығарып, төбедегі жұмыс жібімізді осы екеуінен шығарамыз. Енді қасындағы төбесіндегі жанындағы ұяшыққа кіргізіп, осы жерден жұмысты жіпті шығарып, крючоктағы жіптен өткіземіз. Мен бізде осындай болды. Енді біз оң жағын тоқимыз, біреу көтереміз, және келесіге жұмыс жіпті шығарып, крючоктағы жіптен өткіземіз. Жұмыс жібімізді көтереміз, келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жіпті алып шығып, крючоктағы жіптен өткіземіз және көтереміз. Біз ең соңғы қатарын тоқып жатырық. Крючокты келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, осы крючоктағы жіптен өткіземіз және көтереміз. Тағы бір көрсетейін. Келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, енді крючоктағы бірінші жіптен, екінші жіпті бірінші жіптен өткіземіз және көтереміз. Дәл осылай әр ұяшыққа осылай ең соңғы узорымызды саламыз және қысып тоқыңыздар. Осы ең соңғысын, сонда аяқта жақсы тұрады. Осылай көтеріп тоқып, осындай узор шығады. Осылай осы жерге шейін алып келеміз. Соңына келдік. Енді келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып, крючоктағы жіптен өткізіп, көтереміз. Және тағы екеу қалды. Жұмыс жібімізді көтеріп, енді осы жерге келгенде, бірінші бастаған жеріміз бар, жерге крючогымызды тығып, жұмыс жібімізді іліп, крючоктағы жіптен өткіземіз. Және осы жерден аяқтаймыз. Осы жерден аяқтап, жұмыс аяқтаған жағымызды тартамыз. Осылай аяқта әдемі тұрады. Жұмыс жібімізді жасырамыз. Осындай әдемі. Осымен екі сабағымызды аяқталды. Осылай тоқыңыздар, өте әдемі шығады.